халық мектебінің көрнекті өкілі Қашаған Күржіманұлының шығармашылығына. Расында сөйлеп сардиғаны, бітірек өңіл белгісі, ұя сөйлеп ұршиғаны, өбірен болу не керек, бақ базарың ауған соң, ай бәсеке ету не керек, бастанда билік кеткен соң, бұлаңда сұлаң не керек, ақ бетіңнен нұрдайып, жер ортадан жасың асқан соң, елеңге селең не керек, жас елден кеткен соң, жалтақта жұртақ не керек, жігіттік бастан өткен соңы, айқын сәнді түсін кеткен соң, қырмызы кию не керек, бұл өмірдің залы, кешегі көрген бүгін жоқ ұшып кеткен ау. Öbelek ay buldu neden yejetime ay buldu neden yejetime қажетсіз болса сол жетім хакімі әділі болмаса бұқара байтақ ел жетім қапта бені қонбаса жайылған малы болмаса ай қурай шыққан балқашым жерсіз тұрып сорласа ел қонбаған жер жетім ішсең суы жақпаса адам менен мал түгілі қаңқырға қарсақтатпаса ащы дария көл жетімі ай 70 жаса асқанда 80-ге аяқ басқанда жастар елеп келмесе келіп бір сәлем бермесе қайғысы келіп күңіренген күнінде асыл десең де қартайған үй ер жетімі ай тақтан да түскен хан жетім басшысыз қалған шәр жетім қартайса бәсі қайтады ау оспақтың жүгін тарта алмас асыл тұлғаны ар жетім ай